жақсылығымен нұрын шашқан шуағымен жылжып бара жатыр. Әр жыл өз алдына тарих болары сөзсіз. Құрметті ауылдастар, елімізде қадам басып келе жатқан 2024 жылы ұлы жылы елімізге сіз бен бізге жақсылығын ала келсін. Қарсы алдық жаңа жылды бірге тойлап, құт қонған берекелі біздің аймақ. Қоштасып қоянменен ұлы жылы келді, жыл болсын жанға жайлы біздің аймақ. Алғашқы құттықтау сөз кезегін ауыл әкімі Жақанов Ермек Молдабекұлына беріледі. Құрметті ауыл тұрғындары, баршаңызды 2024 жыл жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық. Әрдайым ауыз тіршілікте ауылымыз әрдайым биіктен көріне берсін. Өткен 2023 жылда ауылда біршама жұмыстар атқарылды. Ол жұмыстар ешқашан тоқтамайды. 2024 жылда жалғасады деген жоспарларымыз бар. Ауылда басты мәселе асфальт төсеу, жарықтандыру, барлық жобалар дайын тұр қазір. Алла қаласа, алдағы жылы іске асады деп сіздерге айта аламын. Баршаңызға жаңа жыл жаңа жақсылығымен келсін. Отбасыларыңызға аманшылық тілеймін. Ендігі кезекте ауыл әкімінің құттықтау хаты бар екен, соны тапсырып жіберуге рұқсат етіңіздер. Құттықтау хат. Құрметті Қосанова Құндызай, сізді жаңа 2024 жылмен шын жүректен құттықтаймын. Сізге келіп жеткен 2024 жаңа жылда жағымды жаңалықтар мен толағай табыс тілеймін. Жаңа жыл сіз үшін зор жетістіктерге қол жететін, ой мақсаттар жүзеге асатын, арман үміттер ақталатын жыл болсын. Әрбір игі істер мен жаңа бастамаларыңызға сәттілік серік болып, отбасыңызға баянды бақыт пен бақыт береке келсін. Алдашбай Ақын ауыл округінің әкімі Ермек Жақанов. Дәл осындай мәртебеде Жақынова Айнұр марапатталады. Дәл осындай мәртебеде Қара Мырзаева Гүлнәр марапатталады. Дәл осындай мәртебеде Ырзабаева Нысанкүл марапатталады. Дәл осындай мәртебеде Ергешбаева Кәмшат марапатталады. Дәл осындай мәртебеде Дәрібекова Мейрамкүл марапатталады. Дәл осындай мәртебеде Мұхасова Айгерім марапатталады. Дәл осындай мәртебеде Ибадулла Меруерт марапатталады. Дәл осындай мәртебеде Сүлейменова Мери марапатталады.
табысқа жете беріңіздер. Өздеріңізге белгілі, кеше ғана ауылымыздың бірқатар азаматтары аймақ басшысының алғыс хатымен марапатталды. Басты мақсат осы қарапайым еңбек адамын бағалау. Барлықтарыңызға рахмет. Осы бүгінгі мерекені пайдалана отырып, осы клуб үйінің директорының атынан да құттықтау хатымыз бар, жолдап жіберуге рұқсат етіңіздер. Құттықтау хат: құрметті Кәрібозов Қайрат, сізді келе жатқан жаңа жыл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Ғажайып армандар мен жарқын үміттерге толы өмірдің жаңа бастамасы іспетті жаңа жыл сізге зор денсаулық, бақыт, отбасыңызға амандық, береке, бірлік әкелсін. Керегеңіз кеңейіп, шаңырағыңыз биіктей түссін. Әрбір жаңа бастамаңыз тек қана жеңіс пен сәттілікке ұласа берсін. Алдашбай Ахун округінің клубы директоры Қарлығаш Нұртаева. Бүгінгі марапат иелеріне сіздердің қошеметтеріңіз болсын. Дәл осындай мәтінде Амангелдіұлы Арман марапатталады. Дәл осындай мәтінде Алпысбайұлы Бақдәулет марапатталады. Дәл осындай мәтінде Амангелдіұлы Қанат марапатталады. Ауылымыздың белсенді жастары, сіздерге көп рахмет. Жаңа жыл, жаңа бақыт, жаңарған күн, жаңа жыл жақсылықпен жаңғырған күн. Ұлы жылы сыйласын жақсылығын, көңілді кіш алмасын, болмасын мұң. Келесі кезекте әсем әнге береміз.
Құтты болсын жаңа жыл баршағалы, қуанышқа, шаттыққа тамсанайық. Бәрімізге шынайы тілек тілеп, бар әлемге бақытпен жар салайық. Келесі құттықтау сөз кезегін Байлазбек жауапкершілігі серіктестігінің төрағасы Байтұрсынов Мақсат Жүсіпбекұлына беріледі. Бүгін келе жатқан жаңа құтты болсын. Келер жылдан үміт көп, өткен жылға өкпе жоқ дейді. Әрдайым өйстіп, жаңа жылға аман есен, бауырым, бүгін деніміз сау жете берейік. Мынау жаңағы алып жатқан марапат иелі, марапаттарыңыз құтты болсын. Оның бәрі еңбектің арқасы. Еңбек етсең емесің деген осы шығар деп. Деніңіз сау болсын, әрқашан аман болыңыздар. Әлде де бұл жалғыз ауылдың ішінде марапатты облыс, аудан, республикадан ала беруімізге тілектеспін. Мынау мерекелеріңіз құтты болсын, әрқашан өмірлі шүгірлі, сол өмірлі шүгірлі балдарды қызығын көріп, аман есен жүре беріңіздер. Деніңіз сау болсын, үлкен кісілеріміз, қарттарымыз жасай берсін, дендері сау болсын. Мынау ұрпағымыз аман есен, жақсы ел болып өсуге әрқашан тілектеспін. Ендігі кезекті ойынға берсек. Ортаға екі қатысушы шықса. Үлкен кісілер болса да болады. Саламат шықшы. 98-дердің атынан. Саламатқа деген қошемет. Ойынның шартымен түсіндіріп өтейін. Екеуіне бірдей ғып салынған. Болмаса көзбен санап алсаңдар да болады. Бері қарай тұр, саламат. Ортаға қоям. Қолдарыңды артқа қарай қойыңдар. Байлап тастамай-ақ қояйын деп осылай қоя берейін. Музыка қосылады. Мынаның ішіндегіні мына жерге жинауларың керек. Тек қана тістеп жинайсыңдар. Ал 1, 2, 3 кеттік. Сіздер қошеметтеп отырыңыздар.
бар. Көп рахмет. Келесі кезекте сахна төріне Жалғасбаев Ерсұлтанды шақырамыз. Жаралмай әнімен. Қабыл алыңыздар. Assalamualaikum. Жаңа жыл жақсылық, жаңалыққа толы болсын, ұлы жылы әриге бақыт қонсын. Ұлы жылы орындалып, ақ тілек қазағым әрқашанда жолың болсын. Келесі кезекте сахна төріне кәрі бозып, Қайратты шақырамыз. Ойнада күл әнімен, ортада көңілді би болсын.
жылдың есін ұмытып кетіппіз ғой. Ағайын ендеше бәріміз бір ауыздан Аяз ата мен Ақшақарды шақырып алсақ, қалай қарайсыздар? Қалай қарайсыздар? Ендеше бәріміз бірге Аяз ата мен Ақшақарды ортаға шақырайық. Аяз ата, Ақшақар! Ата, Ақшақар! Аяз ата, Ақшақар! Қаттырақ. Assalamu alaikum. Жаңа жылың менен. Ассалаумағалейкум, Алдашбай ахун, ауылдың тұрғындары. Ау қарақтарым, біз сонау Ақшақар екеуміз сонау солтүстіктен сіздердің тілектеріңіз арқылы қолымызға шанамызды жегіп алып келе сала келіп тұрмыз. Иә, Аяз ата, дұрыс айтасыз. Біз сонау жерлерден көптеген талантты бүлдіршіндерді көрдік. Осы Алдашбай ахун ауылында да біршама өнерлі балалар бар дегенді естіген болатынбыз. Сондай бүлдіршіндердің өлеңдерін, үлкен кісілердің әдемі әндерін тыңдасақ қалай қарайсыз? Ал қанеки араларыңызда өнерлі жастар үлкендер болса, бір өнерлерін көрсетіңіздер. Аяз атаның қалтасында сыйлықтары өте көп. Кәнеки бүлдіршіндеріміз, үлкен кісілеріміз. Қанеки балаларым, келіңдер, тақпақ айтыңдар, өнер көрсетіңдер. Аяз ата, Ақшақар келіп жатқандарыңызға көп рахмет. 2024 жылы құтты болсын. Келіп қуатыласыздар. Мен бір тақпақ айтып жіберейін. Жаңа жыл, Аяз ата жаңа жыл тойменен келеді. Тақпақ айтқан балаларға кәмпит ішіне береді деген. Арқашында көңілді болсын деп айтқан ойымда. Рахмет. Қанеки балалар, тақпақ айтып жіберіңдер. Аязда қандайсың, сізден неге шалдайсың, өтір сонау тағы болып балаларды алдайсың. Жаңа жылда балалар тек қуаныш көріңдер, ауырмаңдар, ешқашан мықты болу өзіңнен. Керемет. Тілеймін бе бар әлемде дос болып болсын жаңа жыл. Ата әже құтты болсын жаңа жыл. Ой, керемет, кәнеки. Аяз ата келіп тұр, сізге тұр. Тақпақ айтқан балаға кәмпит ішіне беріп тұр. Мінеки, сыйлығыңды ала қой. Қадамын мол болсын, басқан қадамын мол болсын, түрлі жаңа жыл бізге құтты жыл болсын. Мен айтқаны келсін. Кәнеки. Қалаға қар орайды, ақ мұңға орайды, мұз болады қатады, жып-жылтыр болып жатады. Тілеймін мен бар әлемге құтты болсын жаңа жыл. Ата әже құтты болсын жаңа жыл. Мінеки.
Аман сымбақ алайық, жаңа жылды тойлайық, ән санайық, билейік, көңілімізді көтеріп, жасыл желек жаңылға, асыл моншақ тағынған, міне сұлу шықшамын, көптен күтіп сағынған. Көп тақпақ айтқан үшін. Керемет, керемет. Қане келе ғой. Жасыл шышы жанымда, билеп жанына барлық балалар. Өзге тілде тақпақ айтқан үшін. Жаңа бине ақшамыз жаңа жылда жүрмей шашып жатамыз. Бүгін жүріп жаңа жылдағы алпапаған. Керемет. Қала нұр, күн болсын жаңа жыл, кел жаңа жыл, біздерге кел жаңа жыл, жаңа жыл. Керемет. Қане айтамыз. Далада қар олайды, ақ мамыққа орайды, мұз болып қатады. Үлкен кісілерде жоқ па тақпақ айтып беретін? Абай қана құлын таппай мақтанба, орын таппай бастама, қыналана саттанба, ойнап босқа күлуге. Бес нәрседен қасық бол, бес нәрседен азық бол, адам болам десеңіз, сый ойын алдында, оған қырға жесеңіз, сый ойын маңда, сый масырға, өз тұспанын білсеңіз, мынау деген ойлап қой. Абай Құнанбаевтың өлеңін айтқан үшін. Қанекей келе қойыңдар. Аспан жерге төгеді, ақ күмісін ұстатып, жаңа жылда келеді, көрсін біздей болғанды, шырқатайық ән жырды. Алма жеп отыр. Тамаша солтүстік арасы, басында әсем жұлдызы көз тоймайды. Көз тоймайды қараса. Енді жаңа жыл барлық масала бір аястан сыйлығын алайын айтып жаңа жақшы. Бердік неге. Сақалап бақ күмісті, тістеп бақ күмісті. Мұз айнаған азалы сағыным аяқтаны. Үлкен кісілерден айтатындар болса кәні. Жасыл шырша жанында айналар ойнап ән саламыз, өзіміздің бақшада жаңа жылға қарсы аламыз. Көңілдегі қуаныш әр көңілде бір үміт, кеткен жылға мың алғыс, әкелген көп жақсы. Әппақ жапалақтап, қар жауады, күн бастырып, дауысқа айтып Яны бар, бұлай дұрындар бар, шағасады бар, ысқырап, көңілдер, азынап салатын әні бар. Қалай бар? Сіз жаңа айттыңыз ғой. Сіз айтасыз ба ата? Алақайым алақай, дала қандай кең еді, бәрімізге балақай,
Asırsalı keledi Oynap üskündüründey Oğlamın men dağlanım Gözüm tuğan үйündey Oynap asırsalamın Ала қойыңыз. Айтасыз ба? Ендігі кезекте осы жердегі жастарымыздан бір әдемі ән болса, Аяз ата ортада билесе. Қанат деген бала бар еді осы жерде. Сахна төріне Қанатты шақырайық. Аяз ата арнайы Қанаттың өнерін тамашалайық деп келді. Қанаттың достары ғалеке, сіздердің қошеметтеріңіз. Көп рахмет. Қазір ортада би болады. Қатар-қатар тұрып алсаңыздар.
Ойынның шарты өте оңай. Тілектер сайысы деп аталады. Бір орныңызды жақындаңызшы бұл. Мысалы, сіз бірінші бастайсыз. 5 секунд ойлануға ғана рұқсат бар. Мысалы, бүгінгі жаңа жыл мерекесі құтты болсын. Отбасыларыңызға амандық тез-тез айтуларыңыз керек, кідірмеулеріңіз керек. Кім кідіреді, сол ойыннан шығады. Тілек қайталанбау керек. Жылдам айтасыздар. Мына жаңа жыл, жаңа бақыт, бәріңізге отбасыларыңызға амандық берсін. Мол табыс тілеймін. Мол бақыт тілеймін. Дендеріңіз сау болсын. Аспан ашып, ешқашан ауырмай сырқамай жүре беріңіз. Ауырман. Бала-шағамыз көп болсын. Уайымдарыңыз жоқ болсын. Табысыңыз мол болсын. Табыстарыңыз молайып. Қалталарыңыздан ақша түспесін. Бақытты баянды болыңыздар. Жаңа бақытты болсын. Мен қуаныш тілеймін. Үлкен кісілер аман болсын. Заманыңыз тыныш болсын. Денсаулық тілейміз. Бәріміз отбасыларымызға амандық, саулық болсын. Қарныңыз ашық болсын. Еліміз тыныш болсын. Анаңыз көп болсын. Бақытты өмір сүріп жүре берейік. Аспанымыз ашық болсын. Енді сіздер көріп отырдыңыздар. Осы жерде кімнің тілегі қайталанды, және де кім ойланып қалды, айтыңыздар. Сол кісі ойыннан шығады. Барлығына беріледі деген ойын шарты ғой, шамалы ұзақтау болу керек. Онда сізге Аяз атаның сыйлығын берейік. Отыра беріңіз. Келесі кезекте енді солай тағы да тілек қайталанады. Жылдам айтыңыздар. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жаңа бақыт, жаңа табыс, ақша көп болсын. Деніңіз сау болсын. Өміріңіз шаттыққа тола берсін, бақытты өмір сүріп жүре берейік. Ендігі кезекте ойыннан Меруертке көп-көп рахмет. Енді қалған үшеуіңіз. Заманыңыз тыныш болсын. Ежетіңіз аман болсын. Жұмысымыз алға жүре берсін. Үлкендеріміз аман болсын. Аспан ашық болсын, еліміз тыныш болсын. Отбасымызда қуаныш көбейе берсін. Молшылық болсын, малымыз көп болсын. Бақытты болып жүре берейік. Отбасымыз аман болсын, тыныш болсын. Шаяқон дами берсін. Еліміз көркейе берсін, үлкендеріміз аман болсын, бәріміз біріміз сау болсын. Ашылып, аспанымыз. Ұлы жыл құтты болсын, отбасымыз аман болсын, ақшамыз көп болсын, ауырмай сырқамай жүре берейік. Бала-шағамыз өсе берсін, пендері сау бола берсін, еліміз дами берсін. Аяз ата шаршап қалдым дейді. Осы жерден енді ойын тоқтатылсын. Үшеуіңізге де керемет де ақшаңыз көп болсын дегенде осы капельникті сыйға тартамыз. Ойынға қатысып отырыңыздар. Көп-көп рахмет. Салыңыздар. Уақыт әнімен, сіздердің қошеметтеріңізбен.
Келесі кезекте сахна төріне гүлдерді шақырамыз. Махаббат жоқ деме әні. Аяз атаның керемет бей сыйлығын атқалыңыздар. Ортада көңілді би. тағы да бір ойынға беріп жіберсек, бізге енді бұл жерде 7 қатысушы қажет болып тұр. Екеуі дайын. Енді 5 қатысушы. Бес қатысушы, жаңа кісілер, шықпаған кісілер енді. Бесеу болдық. Райхан апай шықсаңызшы. Шетте тұр екенсіз. Күлман апай шығыңыз. Сіз де шетте тұр екенсіз. Ойын шарты өте оңай шықсаңыздаршы.
шығыңыз. Алды қатысушымен ойнай берейікші. Үлкен кісіні бірінші жіберсеңіз, ер адамды жіберіңіздер, содан кейін Бақтапай ма? Келсеңізші, келіңіз. Қазір музыка қойылады. Бері қарай тұрыңыздар, бері қарай. Енді мына жерде бірінші тұрған сіз ғой, мынаның біреуін таңдап алыңызшы, менің қолымда тұрған бір затты. Алма, мандарин, ойыншық. Біреуін алыңыз. Өте дұрыс. Енді бұл ережесін түсіндіріп өтейін. Затты таңдап алдыңыз, иә? Ортада енді кереметтей музыка қойылады. Барлығыңыз ортада билеп жүресіздер. Музыка тоқтап қалады. Сол кезде ана сіз қолыңыздағы затты келесі адамға беріп үлгеруіңіз керек. Сол алып қалған адам ойыннан шығады. Сіз ортада билеп жүресіз, тоқтап қалған кезде мына бір кісіге беруіңіз керек. Сол алып қалған кісі ойыннан шығып кетеді. Түсіндіңіз бе енді? Ал барлығымыз ортада бір әдемі музыка қойылады. Билейсіздер, қатты қимылдап билеңіздер. Ал дайынбыз ба? Ал кетті олай болса. 1, 2, 3 кәне. Ортада ашып тұрып, ортаны кең қылып билеңіздер. Музыка тоқтағанша билеңіздер. Олай болмайды, сіз қолына ұстатып жіберсеңізші бірден, алмайын дегенге қарамаңыз, давай кеттік ағайттан. Қолына ұстатып жіберіңіз болды. Сол ойыннан шығады. Міне, мынаны Бақтапайсыздан, Аяз ата, сіз беріңіз қалтаңыздан. Нақсы ойыннан шығып жатыр. Мынау енді бұл кісі бірінші бастайды ғой, сол себепті осы кісі бастайды. Тағы да жаңағыдай билеп жүреді, бұл тағы біреуіне береді. Сол тоқтап қалған адам шығады ғой. Ал кеттік.
Аяз ата беріңіз сыйлығыңызды. Ал келесі кезекте енді 5 қатысушы қалды қалып. Гаухар ойынына шыға берсең болады. Қане кеттік. Енді қалған қатысушылармен жалғастырамыз. Енді 2 кісі қалды. Соның біреуін шығарсаңыз болсын. Енді топ басшысы болған Әндибай ағайға пәрнек берейік. Берамқұр апай. Мариям, көп рахмет. Белсенді болғандарыңыз үшін көп рахмет сізге. Ойыншығымызды өтпедіңіз. Сіз шашап қалдыңыз, шамал демалыңыз. Енді келесі кезекте Арманды сахна төріне шақырайық. Сіздер ортада әдемілеп билеңіздер, керемет сыйлық аласыздар. Вечер var mı? Oydu.
қыздар келесі кезекте тағы да әсем ән келеді. Оқушылар болмайды, оқушылар отыра беріңдер орындарына. Үлкен кісілер, ән жұмбақ. Әлде баяғы болмайды, жаңа ойнадыңыз. Төртеу болдық, енді екі кісі. Смета баш. Алима башыңызданшы. Ауған білеу ма? Мына жерге тұрып алыңыздар. Енді 5 кісімен ойната берейікші. Аяз ата асығып тұр өйткені. Ойынның шарты ән жұмбақ деп аталады. Аяқтанда әннің музыкасы қойылады. Тек қана музыкасы қойылады. Соның қайырмасын орындап беріңіздер. Білесіздер, барлығы бұрынғы сіздердің кездеріңіздегі ән далдық. Ал олай болса кеттік ал. Бірінші кімден бастаймыз? Ал қанекей? Ayırdı koya.
жас орындадыңыз. Той жырәні. Келесі әр қатысушыға 2 әннен. Екінші әніңізге дайын тұрыңыз. Қайтадан басынан бастап. Көйлегі бар ғой ішінде қазіргі хит музыка. Доктор көйлек. Кәне, білесіз ба? Жаңа Ақлапайға. Ақсәуле мәні. Ал кәне, дұрыс Ақсәуле таптыңыз, екінші әніңіз. Ай. Қайтадан. Бір судың бойында әні. Келесі. Дұрыс айтасыз. Кәне, келесі. Келесі. Миллион. Раушан Гүлмұратында. Қане келесі. Ақтау төріне қоныңдар, ақтілек батамыз мінеки, бақытты болыңдар болыңдар. Қандай я? Келесі. Осындайда кешір қайық бәріміз. Айтқан үшін Свет апаға береміз. Келесі. Жас-жасымен береміз ба, жарайды онда. Келесі кезекте. Сыйлығымыз барлығыңызға да керемет. Я тәте қалайсың? Клубта Я. Келесі Әлим апай сізге. Көп рахмет. Ортамызда өстіп аман есен жүре беріңіздер. Бәрі окей ба? Окей. Мен сіздерді қимайтымын. Енді өзіміздің де бұл мерекелік кешіміз аяқталуға аз ғана уақыт қалды. Енді Аяз атаны сіздердің қошеметтеріңізбен сахна сыртына шығарып салайын. Қалтаңызда сыйлығыңыз болса, мына жаққа келер жылға дейін қош сау болыңыздар деп шаштар. Алдарына апарып бер болмаса, қатты демесін бірақ. Кәне кейін. Жоқ, жақындасына деп қарай. Ана үлкен кісілерге қарай, балдардың барлығы алды. Кәне былай тұршы. Аястан қалда саусылыпты ғой осы жаққа келіп. Қане тағы бар.